Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үй жағдайында нағыз өзбекше палау дайындайтын боламыз. Бұл рецепті негізі маған үйімізде жұмыс жасаған өзбек ағайындыларымыз үйреткен болатын. Бұрында басқа жолмен жасайтынмын, қазір тек қана осы жолмен пісіремін. Палауымыз өте дәмді, дәмі енді прям керемет болып шығады, және де күріштеріміз де рассыпчатый болып піседі. Ең алдымен біз палауымызға қажетті құрамындағы заттардың бәрін дайындап аламыз. Менде мұнда жылқының еті, етімізді майдалап турап аламыз, одан бөлек сүйектерін де қосатын боламыз. Және де сәбіз, пияз барлығын реттеп дайындап қоямыз. Және біздің палауымызға осындай приправа қолданатын боламыз. Бұл да бір өзіндік ерекше дәм береді. Егер де приправа жоқ болса, оның орнына не қосу керек, оны да айтатын боламын. Ең алдымен біз ноқатымызды жұмсартып алуымыз қажет. Ол үшін палауды дайындамасы 2 сағат бұрын осылай ноқатымызды тазалап болғаннан кейін үстінен 1 шай қасық содан саламыз да, үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып араластырып, бетін жауып 2 сағатқа тұндырып қоямыз. Енді біздің палауымыз дайындауға кірісеміз. Мен осындай чугунный қазан дейді ғой, тура осындай қазанға дайындайтын боламын. Қазанымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Мен осылай ожаумен өлшедім. 3-3,5 ожау сұйық май құйсаңыз жеткілікті. Сіздің күріштеріңіздің рассыпчатый, езілмей пісуі осы сұйық майға да байланысты, өйткені ол аз болып қалмауы керек. Енді біздің пиязымызды тураймыз. Майда болса осылай тураймыз, егер де үлкенірек болса полы кольца қылып турап шығамыз. Және де біздің майымыз қызып тұрған кезде қатты қызуы қажет, сол кезде біздің пияздарымызды салатын боламыз. Пиязды салып болғаннан кейін бір араластырамыз да, пияздың түсі өзгергенге дейін күтеміз. Біздің қазанымыздың асты қатты болып тұруы қажет, жай қоймаймыз. Біздің пиязымыздың түсі осындай түске айналған кезде енді оның үстінен сәбізіміз салатын боламыз. Негізі біздің палауымыздың сәбізі қаншалықты көп болса, палаудың дәмі де соншалықты тәтті болатын болады. Негізінде 1 килограмм күріш қолданатын болсаңыз, оған 1 килограмм сәбіз қолданған өте дұрыс болады. Және де сәбіз салып болғаннан кейін осылай біздің пиязымызды үстіне шығару мақсатында бір араластырып аламыз да 2-3 минут күтеміз. 2-3 минуттан кейін тағы да бір араластырып қоямыз. 6-7 минут сәбізді қуырсақ, сол жеткілікті. Енді осы сәбізіміздің үстінен еттерді салатын боламыз. Етімізді де салып болғаннан кейін тағы да осылай бір араластырып аламыз. Және де біздің етімізді толықтай суы тартылғанға дейін жақсылап қуырамыз. Арасында осылай 1-2 рет араластырып тұрсаңыздар болады. Байқасаңыздар, майдың үстінен осылай суы кішкене бұрқылдап шығып тұрады, ол сізге бірден білінеді. Және де осы суы тартылғанға дейін жақсылап қуыратын боламыз. Біздің етіміз қуырылып жатқан кезде біз күрішімізді дайындап, тазалап жуып алуға жетпіз. Күрішті міндетті түрде 6-7 қайтара тазалап жуып алыңыздар. Және де біздің ноқатымызды ыстық суға тағы да бір шайып аламыз. Осылай жақсылап шайып алып, оның да суын төгіп дайындап қоямыз. Біздің етіміздің суы толықтай тартылды. Енді оны тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Және де осының үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Біздің суымыз еттің, сәбіздің бетін толықтай жауып тұруы қажет. Дәл осы сәтті өзбек халқында зирвак деп атайды екен. Байқасаңыздар, суымыз толықтай бетін жауып тұрған жоқ, сол себепті тағы да кішкене су құйып, бетін жаққанға дейін толтыратын боламыз. Енді біздің осы зирвагымыз қайнағанға дейін күтеміз. Қайнағаннан кейін бетінде кішкене осындай көпіршіктерін алып тастауымыз қажет. Суымыз қайнап болғаннан кейін астын кішкене байлатамыз да, енді палаудың дәмдеуіштерін қосатын боламыз. Ең алдымен тұз қосамыз. Мен бүгін 1 килограммнан аса күріш қолданамын, сол үшін 2 ас қасық тұзын қосамын. Және де алдын ала дайындап қойған ноқатымызды саламыз. Енді осылардың үстінен біздің приправамыз саламыз. Бұл менде 4 килограмм күрішке арналған приправа, соның қақ ортасынан жартысын салатын боламын. Мұнда құрамында кишмиш, куркума және де зира бар. Егер де бұл приправа сізде болмаса, оның орнына кишмишті бөлек және де зираны және куркума 1 шай қасық толтырмай салу қажет. Куркуманы салған себебіміз біздің күрішіміздің түсін өзгертеді, яғни сарғыш түске айналдырады және де біздің палауымызды аппетитный қылып көрсететін болады. Енді барлығын тағы да бір рет жақсылап араластырып, егер де суымыз жеткілікті болмаса, тағы да үстінен кішкене суды қосып жібереміз. Мен суды кішкене тағы да қойғандықтан тағы бір қайнатып алдым. Қайнатып болғаннан кейін астын өте баяу отқа қоямыз, өйткені біздің зирвагымыз жай кішкене бұрқылдап қайнап тұру қажет. Тура осылай біздің зирвагымыз 30 минут қайнауы қажет. Сол кезде құрамындағы ет, сәбіз барлығы толықтай пісетін болады.
Біздің зирвагымыз дайын. 30 минуттан кейін осы тағы да бір рет араластырып аламыз да енді үстінен біздің алдын ала дайындап қойған күрішімізді салатын боламыз. Тура осылай қақ ортасынан басып саламыз. Сол кезде қазір бір келкі жайылатын болады. Енді барлығын бір тегіс етіп жайып шығамыз. Күрішімізді бір тегіс етіп жайып болғаннан кейін, енді оның үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Суды қатты көп құймаймыз. Ол біздің күрішіміздің үстінен 1 сантиметр көп болса, сол жеткілікті бізге. Қатты көп құйып жіберсеңіз, сіздің күріштеріңіз езіліп пісуі мүмкін. Ол палаудың кішкене түрін құртып қоюы мүмкін. Ал бізге ол қажет емес, бізге аппетитный палау қажет. Енді қазанымыздың астын қаттыға ауыстырамыз, және де сол күйінде бұрқылдатып қайнататын боламыз. Осылай кішкене тесіктер жасап шығыңыздар, сол кезде біздің суымыз тезірек тартылатын болады. Суымыз кішкене тартылды деген кезде күрішімізді видеодағыдай аударатын боламыз. Ол не үшін жасалады? Себебі біздің күрішіміздің беті піспей қалып, іші ғана пісуі мүмкін. Сол себепті барлығы бір тегіс пісуі үшін осылай аударып тұрамыз. Бәрін аударып болғаннан кейін тағы да бір тегіс етіп жайып шығамыз, және де тағы да тесіктер жасап суымыздың тартылуына көмектесеміз. Мен дәл осылай 3 қайтара жасадым, яғни күрішті 3 рет осылай аударып тұрдым. Енді біздің сорпамыз кішкене тартылды деген кезде осылай соңғы рет тесіктерді жасап шығамыз, және де ортасында суы қалды ма соны көретін боламыз. Менің ойымша кішкене ішінде суы қалған, кішкене бұрқылдап байқалып тұр онысы. Енді біздің суымыз толықтай тартылды деген кезде осылай бәрін тағы да бір тегіс етіп аламыз, және де біздің күрішіміздің осылай жандарын жинап шығатын боламыз. Өйткені біздің палауымыз пісіп жатқан кезде күріштеріміз майға қуырылып немесе түсі өзгеріп кетпеуі қажет. Барлығын осылай бір тегіс етіп, бір тиянақты етіп ортасына жинастырып аламыз. Біздің күріштерімізді жақсылап жинастырып тастадық. Енді біздің қазанымыздың бетін жауып, өте баяу отта 30 минутта біздің палауымызды пісіретін боламыз. Біздің палауымыз дайын. Қазір сіздермен бірге қалай болып шыққандығын көретін боламыз. Осылай астынан үстіне қарай аударған кезде күріштеріміз шашылып, төгіліп түсетін болады. Маған негізі езіліп тұратын күрішке қарағанда осындай рассыпчатый болып шығатын палаулар өте қатты ұнайды. Сол кезде палау жеп жатқаның сезілетін секілді. Түсіне мән беретін болсаңыздар, біздің палауымыздың түсі ақшыл немесе қоңырқай түсте емес, сондай аппетитный сарғыш түсте болып шыққан. Ал дәмі енді сөз жоқ керемет болып шыққан. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өйткені қазір палаудың рецептері өте көп, бірақ проверенный жақсы рецептері өте аз. Сіздермен бірге болған Әйгерім, келесі аптада жүздескенше.